Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қазіргі таңда көптеген бауырларымыздан сүннетті тастап тек қана Құранмен өмір сүрсек болмай ма, керек үкімді тек Құраннан алып сүннетке жоламай қойсақ болмай ма деген сияқты сұрақтар туып жүр. Біз ол сұраққа иншалла жауап беруге тырысамыз. Алдымен Құранның мұсылман баласына деген мұсылман баласы үшін маңыздылығына тоқтала кетейік. Біріншіден, Құран адам баласын тура жолға бастау үшін Алла Тағала тарапынан пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға түсірілген соңғы кітап. Енді өзін мұсылманмын деген адам осы Құраннан үкім алуы міндет. Осы Құраннан үкім алу керек. Алайда Құранда келген аяттарды біз өз басымызбен түсіне аламыз ба, одан үкім шығара аламыз ба, күнделікті өмірімізге сол Құранды пайдалана аламыз ба деген сұрақ туады. Енді соған байланысты бір-екі аятқа тоқтала кеткім келіп отыр. Сол аяттан үкім шығарып тырысып көреміз. Біріншісі Маида сүресінің 38-ші аяты: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахим. Ас-сариқу вас-сариқату фақатау айдияхума жазаан бима касаба накалам миналлахи валлаху азизун хаким дейді. Ерден болған ұрлықшыны немесе әйелден болсын, оның қолдарын кесіңдер. Алла Тағаланың жазасы ретінде немесе накалам миналлах, және Алла Тағала адамдарға үлгі ретінде дейді, оның қолдарын кесіңдер деп Алла Тағала бізге әмір етеді. Бірақ бұл аяттан біз үкім алу жолында біраз қиындықтарға ұрынамыз. Олардың біразын айта кетелік. Біріншісі, бұл аятта ұрлықшының жас шамасы белгісіз. Ол жас балама, жоқ үлкен балама, жоқ кез келген ұры осындай жазаға ұшырауы лайық па? Әрине, Құран оны бізге белгілемегеннен кейін біз жалпылай түрде алуымыз міндет болады. Демек, еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін кімде-кім қандай да бір зат ұрлайтын болса, оның қолы кесілу керек. Екінші мәселе, ұрланған заттың мөлшері аятта белгісіз. Демек, ол қаншалықты қымбат зат, жоқ арзан зат белгісіз. Кез келген нәрсе ұрлады ма, кім болсын, қол кесілу керек. Үшінші мәселе, кесілетін қолдың мөлшері белгісіз. Жоқ оның ұрлаған адам саусағын кесеміз ба, жоқ білезігінен кесеміз ба, жоқ шынтағынан кесеміз ба, жоқ иығынан кесеміз ба, ол да белгісіз. Демек, бұл жерде де бізге оны түсіндіретін бір нәрсе керек. Төртіншісі, кімнің кесетіні, ол да белгісіз. Бір адамның қандай да бір зат ұрлағанын көретін болса, жетіп барып оның қолын кесіп тастай ма? Ол мәселеде Құранда ашық айтылмаған. Алайда Нахл сүресінің 89-ші аятында Алла Тағала бізге былай дейді: «Уанназзална алайкал китаба тибияна ликулли шайин» дейді. Біз дейді, Құранды Алла Тағала айтады, әрбір нәрсеге жауап ретінде жібердік дейді. Демек, қандай да бір сұрақ туатын болса мұсылман адамға өмірінде немесе дінінде Құранға жүгініп, одан толыққанды жауап алуға тиісті. Ол Құранда ол жауап бар деген сөз. Бұл аяттың мағынасы ғой енді. Бірақ та жаңаға қойылған төрт мәселе, аяттан туындаған төрт сұрақ, біз Құраннан оны таба алмадық. Яғни тікелей таба алмадық. Ол жерде бізге кімнің ұрлаған адамның жас шамасы белгісіз болған, немесе ұрланған заттың мөлшері белгісіз болған, және оны егер жазаға тартатын болса, кім жазалайды, ол да белгісіз болған. Сол сияқты 3-4 сұрақ туындаған. Енді оны біз Құраннан таба алмағаннан кейін басқа аяттарды іздеп көреміз. Енді қарайтын болсақ, Алла Тағала Али-Имран сүресінің 32-ші аятында бізге былай дейді: «Ва атиуллаха ва атиур расул фа ин таваллау фа инналлаха ла юхиббул кафирин». Біріншіден,
бұл аят мағынасын айтпай тұрып, бұл аятқа не үшін жүгініп жатқанымызды айтайық. Біз жаңа айттық қой, Құранда әрбір нәрсенің жауабы бар дедік. Бірақ бізге туындаған аяттан туындаған сұрақтарға Құран жауап берген жоқ. Демек, аят, Құран бізге тікелей жауап бермесе де, жанама түрде жауап беруі міндет. Себебі Алла Тағала сөйтіп айтты, ол барлық нәрсенің жауабы деді. Енді біз жанама жауаптарды іздейміз ол сұраққа. Ол ретінде, ол сұраққа жауап ретінде, ол сұрақтарға жауап ретінде мына аяттарды алып отырмыз. Ва атиуллаха ва атиур расул фа ин таваллау фа инналлаха ла юхиббул кафирин. Алла Тағала айтады, маған бойұсыныңдар, яғни менің әміріме бойұсыныңдар дейді. Және ва атиур расул, және де менің пайғамбарыма бойұсыныңдар дейді. Фа ин таваллау, егерде бойұсынбасаңдар, одан бас тартатын болсаңдар, фа инналлаха ла юхиббул кафирин. Алла Тағала кәпірлерді жақсы көрмейді дейді. Демек, ол екеуіне бойұсынбасақ, біз кәпірлерден болады екенбіз. Енді аяттан алатын нәрсеміз Алла Тағала уатиуллаха деген бірінші өзін айтқан, менің әміріме бойұсыныңдар деген. Одан кейін барып пайғамбарымызды айтқан. Демек, пайғамбарымыздың әмірі мен оның әмірінің ортасында айырмашылық бар. Кейбір бауырларымыз айтады, бұл шеттегі атиур расул, пайғамбарға бойұсыныңдар деген сол Құран ғой дейді. Құранда айтты, біз соған бойұсынсақ, пайғамбарымызға бойұсынған болатын едік дейді. Біз айтамыз, жоқ, олай емес. Олай болатын болса, пайғамбарымыз, Алла Тағала пайғамбармен өзінің ортасын бөлмейтін еді, және деп айтпайтын еді. Атиуллаха десе де жеткілікті еді, бірақ Алла Тағала атиуллаха ва атиур расул деп айтқан болатын. Демек, пайғамбарымыз Құранға бойұсынғаннан кейін Алла Тағалаға және оның пайғамбарына бойұсынуымыз керек. Демек, пайғамбардың айтатын нәрсесі болу керек. Енді жаңағы мәселелерді, демек, пайғамбарымыздың жаңағы аятты енді қалай орындағанына қараймыз. Одан кейін басқа да сүрелерде айтады, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ дейді. Сендерде пайғамбарларда сендерге деген үлгі өнеге бар дейді. Қараңдар дейді. Демек, біз жаңағындай мәселелер туындаған кезде сол аятқа пайғамбарымыз қалай амал етті деген соған бірінші қараймыз. Одан кейін барып түсініксіз сұрақтардың жауабын содан ала аламыз. Тағы бір аятта айтады, «Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун» дейді. Алла Тағала Құранда айтады, сендер білмегендеріңді білгеннен сұраңдар дейді. Бізге жаңа 4 мәселе белгісіз болды. Оны білген адамнан сұрауымыз керек. Ал біз Құранда жоқ нәрсені біз қайдан білеміз? Әрине тек қана Құран кімге түскен болса, сол адамнан ғана сұрай аламыз. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Енді былай қарап отыратын болсаңыз, сүннеттің маңыздылығы туып келе жатыр. Тағы бір хадис аятта пайғамбарымыз айтады. Бұл Бақара сүресінің 151 аяты. Кама арсална фикум расулан минкум ятлу алейкум аятина ва юзаккикум ва юаллимукумул китаба вал хикма ва юаллимукум ма лам такуну та'ламун. Мағынасы былай. Кама арсална фикум расулан минкум. Сендерге бір пайғамбар жіберген сияқты дейді. Ятлу алейкум аятина. Олар сендерге менің аятымды оқиды дейді. Және Құранды оқып береді дейді. Және уюзаккикум уюаллимукумул китаба вал хикма. Және сендерге кітапты үйретеді дейді. Тек қана оқып бермейді. Оқып бергеннен юаллимукумул китаба дейді. Ол айтқан аяттарын, түсірген аяттарын сендерге үйретеді дейді. Жаңа біз ұрлықшының мәселесі келді ғой бізде аятта. Енді оны тек оқып берген жоқ, бізге оны үйретеді екен пайғамбарымыз. Ал ол үйреткен сөздердің бәрі сүннет деп аталады. Юаллимукумул китаба вал хикма. Хикма дегеніміз бұл жерде пайғамбарымыздың бір алып келген нәрсесі. Пайғамбарымыз не алып келді бізге? Құран алып келді. Құраннан басқа өзінің сүннеттерін алып келді. Демек, юаллимукумул китаба вал хикма, тек қана Құранды үйретпейді, арғы сүннеттерін де үйрететін болып тұр. Юаллимукум ма лам такуну та'ламун. Және сендер білмейтін нәрселерді сендерге үйретеді дейді. Және дүнияуи нәрсе, ол діни болсын, дүнияуи нәрселер болсын, барлығын Алла пайғамбарымыз бізге үйрететінін Құранда айтқан екен. Демек, жаңа бізге 4 мәселе туды. Бір аяттың өзінен 4 мәселе туып отыр. Неге одан да көп, мен 4-еуін айтып отырмын. Енді сол мәселелерге пайғамбарымыздың сүннетінен жауап іздеуіміз керек болды. Ол қандай енді қандай жауаптар болуы мүмкін оған? Біз бұл жерге дейін сүннеттің маңыздылығын біліп алдық. Өйткені пайғамбарымыздан басқа ешкім бізге жауап бере алмайды. Бірінші мәселе, ұрлықшының жас шамасы белгілі емес дедік жаңа Құранда. Өйткені тек қана ұрлықшы ұрласа, еркектен болсын, әйелден болсын, қолын кесіңдер деді. Жас шамасы белгісіз. Біз айттық, аяттан алатын мағына, тікелей мағынасы
еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін кімде-кім бірдеңе ұрлайтын болса, әйел болсын, еркек болсын, қолын кесу керек деді. Бірақ пайғамбарымыздан сахабалар бұны сұрайды: "Я Расулалла, бұл қалай?" дейді. Сол кезде пайғамбарымыз не деп жауап береді? Енді ол тура бұл аятты сұрамайды, бірақ пайғамбарымыз мынандай жауабы бар: "Руфи'ал қаламу ани салас". 3 адамнан дейді, 3 адамға күнә жазылмайды дейді. Соның біріншісі ас-сабию хатта яхталим. Мағынасы сәби бала балиғатқа толғанша оған күнә жазылмайды дейді. Күнә жазылмаса, оның істеген ұрлығы күнә болып есептелмейді, оның қолы кесілмейді. Демек, аятты пайғамбарымыз ашықтап тұр. Бізге жас бала не ұрласа да қолы кесілмейтінін айтты. Енді екінші мәселе, бірінші мәселе осымен түсінікті болды. Екінші мәселесі ұрланған заттың мөлшері, көлемі. Пайғамбарымыздан бұны да сұрайды сахабалар. Әрбір енді адамның қолын кесе не ұрласа да қолын кесе береміз ба дейді. Сол кезде пайғамбарымыз айтады: "Рубу динар" дейді. Динар дегеніміз алтын ақша. Алтын ақшаның 4-тен 1-інің құнындай зат ұрлайтын болса, немесе одан жоғары бағада болатын болса, оның қолын кесесіңдер дейді. Ал егер де оны төмен, мысалы ине, түйме деген сияқты ұсақ түйек ойыншық ұрлаған болатын болса, ол кезде қол кесілмейді дейді. Сонымен екінші мәселе анық болды. Үшіншісі, кесілетін қолдың мөлшері. Ол білезіктен кесіле ма, шынтақтан кесіле ма, иықтан кесіле ма, оны білмейміз дегенбіз. Енді пайғамбарымыздан оны сұраған кезде, пайғамбарымыз не деді? "Минар русық" деп жауап береді бір хадисінде. Русық дегеніміз білезік. Демек, ұрланған адамның бірінші оң қолының білезігінен кесіледі екен. Одан кейін ары қарай тағы ұрлайтын болса, аяғы кесіледі, одан кейін барып екінші қол кесіледі. Бұл ғұламалардың аяттардан, хадистерден шығарған үкімдері. Бірақ бұл аятта жоқ. Именно бүгінгі біздің аятымызда ол жоқ. Ол мәселе жоқ, қарастырылмаған. Басқа да аяттарда ол қарастырылмаған, қай жерден кесілетіні. Бұған тек біз пайғамбардың сүннетінен, саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыздың сүннетінен ғана жауабын тауып отырмыз. Тағы да төртінші мәселе кімнің кесетіні? Кімнің кесетіні тағы белгісіз дедік. Жайдан жай бір-біріміздің қолымыз кесе береміз бе, біреу ұрлайтын болса? Жоқ, оны дәлелдеп қазы ғана кесетін тағы да бізге пайғамбарымыздың улил әмір деп келеді өз хадистерде. Тек сол қазылар ғана, сол істі білетін адамдар ғана қолды кесуге ақысы бар екен. Осы жерге дейін біз дініміздегі сүннеттің рөлін, сүннеттің маңыздылығын білдік. Демек, сүннет болмаса біз Құранды түсінуіміз мүмкін емес екен. Алла Тағала бір несінде, Құранның бір аятында айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун". Яғни біз Құранды, әлбетте Құранды біз түсірдік және әлбетте оны біз сақтаймыз дейді, қияметке дейін сақтаймыз дейді. Ал егер де біз сүннетті пайдаланбайтын болсақ, енше оның үкімдерін қолдана алмаймыз. Құранды біз өмірімізге пайдалана алмаймыз. Демек, Құран сақталмағанның үкіміне келеді. Демек, Құран сақталмаған деген сөз болады. Біз оны пайдаланбасақ, ол қалай сақталған болып есептеледі? Демек, бұл жерде Алла Тағала Құранды сақтаймын дегені, ол Құранның үкім шығару жолын сақтаймын деген сөз шығады. Демек, оны үкім шығару жолы сүннет қой. Пайғамбарымыз Алла Тағала енше сүннетті де сақтайды деген мағына шығады. Өйткені ол жерде Құран деп айтқан, бірақ кейбір бауырларымыз айтады ғой: Алла Тағала Құранды сақтаймын деген сүннетті сақтаймын деп айтпаған ғой дейді. Жоқ, оған жауап береміз. Бұл жерде Құранды сақтаймын деген, бірақ Құранды сақтаймын деген сөзі Құран не арқылы сақталады, оның үкімдері не арқылы сақталады, оны да сақтаймын деген сөз шығады. Өйткені ол болмаса Құранның үкімдері толығымен жойылған болады, немесе біраз жойылған болады. Ондай мәселеге біз Құран сақталды деп айта алмаймыз. Енді бұл жаңағы ұрлықшыларға байланысты аят, бірақ ондай аяттар Құранда өте көп. Мысалға Ниса сүресінде келеді: "Юсикумуллаху фи ауладикум лизакари мислу халзил унсаяйн" дейді. Балаларыңа қатысты сендерге өсиет беремін. Сіздер өлген болсаңыздар, мағынасы енді жанама мағынасы ғой. Сіздер өлген болсаңыздар, балаларыңыздың ер бала жаңағы қыз балаға қарағанда мирасы 2 есе көп алады дейді.
бұл жерде әрбір бала кіреді бұл үкімге. Кез келген бала мирас ала алатын болады. Бірақ бізде сұрақ туады. Сонда қалай әкесін өлтірген балада мирас ала ма? Мысалға, әкесі бай болады, баласымен бірақ араз болатын болса, кейін ол бала мирасты алу үшін әкесін өлтіріп мирасты алуы да мүмкін ғой. Сол үшін әкесінің өліміне бару мүмкін, өлтіруге бару мүмкін. Енді бірақ дініміз ондай нәрсеге әлбетте рұқсат бермейтіні анық. Сол үшін пайғамбарымыз бір хадисінде айтады, әл-уәләділ қатил ла ярис. Мағынасы, енді өлтіруші, әкесін өлтірген бала мирас алмайды дейді. Демек, бұл Құранда айтылмаған. Құранда тек бүткіл балалар алады деген. Бірақ пайғамбарымыз оны не деді? Немен шектеді? Тек қана өлтірмеген балалар. Енді қысқасы, әкесін өлтірген бала немесе қыз не ала алмайды? Мирасты ала алмайды екен. Бұл үкімде Құранда жоқ, тек қана пайғамбарымыздың хадисімен белгілі болған. Енді ары қарай тағы бір аят, «Әлләзина аману ва лам ялбису иманахум бизулм улаика лахумул амну ва хум мухтадун». Сондай бір иман еткен адамдар дейді, мұсылмандар, және өзінің иманын ешқандай зұлымдықпен араластырмағандар дейді, міне солар құтылушылар дейді. Солар неде дейді? Фил әмін дейді. Солар ғана бейбітшілікте және тыныштықта, және олар тура жолдағылар деп бізге аят айтқан екен. Бірақ бұл жердегі бізге қиындық тудыратын мәселе иман етіп, оны зұлымдықпен араластырмаған деген сөзі. Ол қандай зұлымдық болуы мүмкін? Құранда ол айтылған ба бізге? Сол кезде былай қарайтын болсақ, бұл аяттың ішіне зұлым деген сөзге, зұлымдыққа барлық зұлымдықтың түрлері кіреді. Темекі шегу де кіреді, арақ ішу де кіреді. Ол да өзімізге деген зұлымдық қой. Кісі өлтіру де кіреді, кез келген зұлымдық осы сөздің астына кіріп кетеді. Демек, біз қандай да бір зұлымдық істейтін болсақ өзімізге, біз тура жолдағылардан емес, темекі шексек те, бұл аяттағы мухтадун және дұрыс жолдағылар деген үкімнен шығып кеткен боламыз. Бірақ ол әрине мағына олай емес екені Әнбиге аян, оқыған адамға бірден түсінікті. Демек, бұл жердегі зұлым деген сөздің ерекше бір мағынасы болу керек, бөлек мағынасы болу керек. Соны пайғамбарымыздан бір сахаби кеп сұрайды. Ол да түсінбеген екен. Айтады, я Расулалла, ей Алланың елшісі, айюна ла язлим нафсаху дейді. Кім өзіне зұлымдық келтірмей жатыр? Бәріміз зұлымдық істейміз ғой. Сонда ешқайсымыз тура жолда емеспіз ба деп сұрайды. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, бұл шеттегі зұлым ширк дейді. Ширк дейміз, серік қосу дейді. Кімде-кім Алла Тағалаға серік қосқан болса, Алладан басқа Құдай бар деп білген болса, сол адам ғана өзіне зұлымдық істеген болып табылады. Демек, бұл шеттегі зұлымның мағынасы серік екен. Енді қарап отыратын болсақ, бұл пайғамбарымыздың осы сүннеті болмағанда, осы аятты біз түсіне алар ма едік? Әрине түсіне алмаймыз. Демек, түсіне алмағаннан кейін бұл Құранның, бұл аяттың үкімі толықтай бізге беймәлім болып, Құран сақталмағанның жағдайына келеді. Құранда сақталған деп айта алмаймыз, өйткені оның үкімін пайдалана алмағаннан кейін. Сол сияқты Құранда мәселелер көп. Мысалға, бізге зекет мәселесін айтты, зекет беріңдер деді. Ал зекет деген не? Оны қалай бөлеміз? Малымыз қаншаға толған кезде зекет шығарамыз? Мысалға, 5 сиырға толғанда зекет шығарамыз ба, 10 сиыр болғанда зекет шығарамыз ба, немесе малымыздың саны қаншаға жеткенде біз зекет шығаруымыз керек, ал зекет шығарғанда қанша шығаруымыз керек, оның барлығы Құранда айтылмаған, белгісіз. Бұны тек қана пайғамбарымыздың сүннетімен ғана біле аламыз. Бірақ кейбір адамдар айтуы мүмкін, оны білудің қажеті жоқ, зекет кез келген нәрсе бере салсаң болады деп айтуы мүмкін. Бірақ қалайша біз малымыз, мысалға, ақшамыз қалтамызда миллиардтап жатқан кезде зекет екен деп 1 теңге бере салып отыра бермейміз ғой. Демек, бұның бір көлемі айтылған болу керек. Ол айтылмаса, бұл исламға дін деп айтылмайтын еді. Бір мазақ дін сияқты болып көрініп қалатын еді. Сол сияқты намаз оқыңдар деді. Ал намаздың қалай оқылатыны, қай уақыттарда оқылатыны толық қанды, бұл тек қана біз сүннеттен таба алатын жауаптарымыз. Ал оны тек Құраннан біз жауабын табуымыз мүмкін емес. Осы сияқты мәселелер өте көп Құранда. Бұлар тек қана біз сүннетпен ғана үкімін таба аламыз.
Ve sallallahu ta'ala ala khayri halki Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin.